теңіз ұнайды маған. Теңіз, иә, маған да қатты ұнайды теңіз. Сосын кім Дюкпен бірге жазған Бақ. Иә. Сосын Хызыр. Хүзін, иә. Хүзін, sorry. Иә, түрікте бір нәрсе дейді деген бар емес. Хүзін маған нені есіме түсіреді, Интерстеллар. Білмеймін не екен. Себебі айтады ғой, жанармайым таусылуға таяу, жарық жұлдыз болып мен аспанда жүремін, сен бәлкім көретін шығарсың мені дегенде, сол кезде ойлаймын, вау, Интерстеллардың несіне ұқсайды деген сияқты кішкене. Желтоқсан, шынаты желтоқсан ба сол кісінің? Жоқ, Бексұлтан. Неге желтоқсан? Жай ғана лақап. Сондай тыңдаған. Атыраудың баласы емес па? Иә, Атыраудың баласы. Сол негізі батыс. Батыс. Трайбализмға жүре шығады. Жоқ. Жерге бөлінді қайдан шығады. Өзі тегін білу керек деп санаймын адам. Дұрыс. Мен де мысалы адамдармен келіскен кезде руын сұраймын ғой. Мен де сұраймын. Маған ұнайды шежірені былай меңгерген, неткен, қараған өзіме. Мен әкем мысалы солай үйретті, ру сұрау керек, руыңды айтасың, сенің руың осындай деп. Мен руым менде аса қатты танымал ру деп айта алмаймын. Сол себепті мен руымды көп біле бермейді. Кімсің сен? Мен кіші жүз, 12 атабайлы, оның ішінде Қызылқұртпын. Қызылқұрт дегенге көбі аңыздар бар, екі мотивтегі аңыз бар. Біреуі деген бір батыр болған, жоңға шапқыншылығы кезінде өзі қызыл қою қайнатылған құрт болады ғой. Сондай, білмеймін, қызыл түсті құрт болған дейді, соны кепкен құртты, соны жей береді дейді. Сосын ханға ұсынған, мынау деген, мына батырын деген құртты жей береді екен, атын Қызылқұрт деп қой, Қызылқұрт батыр деген сияқты. Сондай бір мотивті естідім. Бір мотивте ол неге түркілердің бізде тотеміміз енді не ғой, қасқыр ғой. Мысалы бізде Қызылқұрт деген, құрт ол деген не емес, құрт емес, қасқырдың аты ғой. Түркше мысалы, көне түркі тілі бойынша да, қазіргі түркі тілі бойынша да, қасқыр деген құрт. Құрт па? Құрт. Долина волков деген сериал бар еді ғой бұрында түріктердің. Сонда да құрт бір нәрсе дегенде құрт деп тұрады. Құрт деген сол қызыл қасқыр деген мағынаны білдіреді. Мен соған маған да ұнаушы еді сондай версиясы әрине. Иә, солай. Мен де кішкентай кезімде бізде бірақ руың кім емес, елің қай елсің деп сұрайтын. Қай елсің? Иә, мен сол Астанаға барған кезде сондай сұрақтарды көп еститін. Ел, окей, ру шығар деп ойлап. Иә, қай елсің деп сұраған кезде руымды айтады. Мен білмеймін, маған да ұнайды бірден сұраған елдің. Кішкентай кезімде қай жылы 2008-де бірінші рет үйге шежірені алып келді дайын. Өзімнің атым, бізде менің атым жазылған ол кезде қыз болсам да шежіреде. Сен руың кім? Мен Арғын, орта жүз Арғын, Қаракесек, Қояныштағай. Қаракесекке ұқсайсыңшы мен. Ойлады Қаракесек шығар деп. Қайдан? Сенде Қаракесекте туралы бір не бар ма? Жоқ, ондай не жоқ, андай жай ғана мен ойладым андай мінезді, сондай не деп. Қазбекбей Қаракесектің тараған бұташ. Мен кететім қандай сөзбен бір шық кететін кездер болады ғой, шешендік қолданып па сол кезде қан бар ғой дегендей. Сол атымды көрдім да, содан кейін қызық болды сол шежіре. Сол шежірені біздің мама бір жаққа салып папа іздейтін, қайда шежіре? Қойыңдар көрінетін жерге деп. Ұнайды ба? Сол маған да мысалы маңызды деп ойлаймын, ол нәрсені ұмытпау керек сияқты. Көп жағдайда енді асыра сілтеп қолданатын сәттердің кесірінен оның андай ерекшелігі жоғалып жатқан сияқты. Андай болады, мысалы руластар бір-біріне жақын тартып жұмысқа кіргізу деген әңгімелерді, тамырын басып кіргізу деген сияқты нәрселерді көп айтады ғой. Бірақ трайбализмге алып келеді деп, бірақ ол адамның өзінің санасына байланысты сияқты. Баланс табу керек деп ойлаймын. Бірақ мысалы ру сұрасып руынды білу, онда тұрған ештеңе жоқ. Керісінше жақсы ғой, мысалы сен мысалы орта жүзденсің бе, мен де орта жүздемін деп андай бір-бірін жақын тартып араласуы мүмкін мысалы. Нетворкинг ғой, қазақтардың нетворкингі сол ру сұрасу, руды білу ғой, сондай. Бірақ оны жаман мақсатта қолданбау керек. Дұрыс айтасың. Иә, қызық сондай. Сол бізден подкастымызды рудан бастап кеттік па? Сәлем деп амандасайын. Иә, амандасақ. Құрметті тыңдармандар, қош келдіңіздер. Бұл бір кесе шай подкасты. Бүгін бізде қонақта Нұрсұлу.
қош келдің. Сіздерме рахмет, қош көрдік, шақырғаныңа рахмет. Шақыруымды қабыл алып келгеніңе көп рахмет айтқым келеді. Сәлеметсіздер ме? Мен өзім таныстырып кетсем, бірері біліп, біреуі білмес. Атым Нұрсұлу болады. Қазіргі таңда Кореяда магистратураның соңғы семестрінде оқып жатырмын. Чунган университетінде. Сол, не айтам та? Рахмет. Мамандығың қандай? Мамандығым Graduate School of International Studies, International Studies Program деп аталады. Қазақстанда онда эквивалент бар ма бізде? Жоқ ау деймін. Жоқ ау деймін, менде де сөйтіп санаймын. Өйткені ұлтаралық қатынастар ол International Studies емес та. International Studies ол кейінірек сияқты ма, одан да біз тек қана политикаға қатты нетпей, біз социология жағына, экономикада оқимын, мысалы мен көп. Development деген тема бар. Сосын политика және бар, иә, ол да оқылдым, бірақ именно соған дипломатияға үңілеміз деп айта алмаймын. Бізде мысалы менде area studies. Сол себепті біз бір елдің несіне экономикасында қараймыз, мәдениетінде қараймыз, социологиялық жаңа әлеуметтік ерекшеліктерінде қараймыз, сосын тағы не бар. Мысалы дипломатиясында бәрін қараймыз, политика бәрі бар. Иә, бірақ мен елге фокус жасамайды екенбіз. Иә, біз халықаралық тұрғыда не болды? Трейд, сауда, экономика. Біздің дин көбінесе енді экономика ғылымдарының PhD болғаннан кейін көбінесе соған фокус жасайтын сияқты. Финансы болды еще менде, қаржы. Иә, жан-жақты бәрі. Бізде бар мысалы неде бар? Оңтүстік Кореяның такс салық жүйесі, сол бірақ мен алған жоқпын, маған қызықтырмайды ол. Маған қаржы ұнамайды, басым ауырып кетеді ондай. Қиналып көргенбіз дәрістерін. Иә, ол өткен семестр. Сонымен сенде соңғы семестр, иә? Иә. Соңғы семестр бұйырса 4-ші семестрім. JKS-пен оқып жатқаннан кейін бітіремін, бұйырса бітіремін деп ойлаймын. Иә, бітіремін. Анық ол, өйткені ешқандай диссертация жоқ, ешқандай graduation examination жоқ, ешқандай language proficiency қажет етпейді мүлде, топик жоқ, IELTS жоқ. Енді шетелдік болсаң әрине, корейліктерге басқа жағдай енді. Бітіремін бұйырса, кредит қана жинасаң болды. Егер де тезис жазғың келмесе, онда 48 ба, 46 кредит жинайсың. Ал жазғың келсе, онда 42 кредит жинайсың да, тағы да бір ресерчқа байланысты сабақтар аласың, плюс тезис. Біздің факультетте негізі көбісі жазбайды, маған дейін сомбелер де жазбаған. Мен жазам ба деп ойландым да, жазбай қояйын дедім. Мен өмірімді қиындатқан жақсы көрмеймін. Және оған қарама қарсы отырған торғын өмірін қиындатып, бүкіл нәрсенің бәрін алып жүрген. Менің нем ғой, өмірлік кредам, take it easy. Хакуна матата деш. Әрине. Шын қатты нетпейді екен, парит еткен жақсы көрмеймін негізі. Мен білмеймін, ойладым, мен енді алдағы уақытта өзім PhD-ға баруды ойлаймын да, сол себепті маған керек деп екінші магистратура туралы да ойланып жүрмін да. Істеу керек, білім әлі жеткіліксіз, толықтырғым келеді, көргім келеді, бэкграундты жақсарту керек ертең, жақсы жұмысқа кіру үшін деп, сол үшін енді жазамын деп ойлап жүрмін. Менде де PhD-ға барғым келсе екінші магистратура оқуым керек, мен білемін. Қазақстанда деп айтқансың, иә? Сол, мүмкін Қазақстандағы өзім тастап кеткен магистратурамды восстановлениеға бар. Hello, it's me. Back again деп. Мен мені алыңдаршы деп. Алу керек негізі. Мен бір курс оқыдым, екінші курсқа барсам алу керек негізі, заң бойынша ала алады. Восстановление істейді. Бірақ мен грант оқыдым ғой, бірақ грантқа түсе алмаймын қайтадан. Әрине. Өкінішті сол, енді ештеңе етпейді. Иә. Бірақ ол жақта мамандық басқа болды менде. Ағылшын педагогика. Сол өзімнің бакалавриаттағы мамандығымды аяқтаймын деп ойлағам ғой негізі. Содан кейін қазіргі оқып жүрген мамандықпен мүмкін сол English educationге байланысты бір нәрсені
бүйтіп микс жасап мүмкін диссертация жасауға болатын шығар бұйырса. Болады ғой. Иә, сондай ғой. Содан Иә. PhD-ді көре жатармыз. Иә. Ол жақтан әлі алыс деші. Ол жаққа мен андай жай ғана түсе салғым келмейді. Мен PhD-ға бір шынымен мені қатты алаңдататын бір мәселені тауып, соның сүңгіп кетіп ішіне қарай, жан-жақты зерттеп, и соның шешімін таба алатындай бір нәрсе маған шынымен қызықтыратын нәрсе тапқым келеді да. Дұрыс, иә. Иә, опыт жұмыстан да бір тәжірибе жинау керек сияқты PhD-ға түсу үшін маған. Ол рас, иә, шынымен де. Мысалы, мен де ойладым, мен әлі зерттегім келетін не жоқ, бір филд жоқ деп ойлайтынмын, бірақ түсіндім, қазір орталық Азияға көп назар аударғым келетін себебі орталық Азияға қатысты кітаптардың көпшілігі, мысалы зерттеу жұмыстарының көпшілігі шетелдіктермен жүргізілген. Ендігі уақытта қазақтар мысалы шығып жатыр, Қазақстанды зерттеп жатқан, орталық Азияны зерттеп жүрген, бірақ соның ғалымдардың қарасы көбейсе екен деймін да. Сол себебі кітаптарды қарайсың, көп жағдайда орталық Азия туралы жазатын, орталық Азия туралы кітаптарда көп жағдайда Өзбекстан, Тәжікстан туралы көп айтады. Ненің тарап, не бойынша именно? Мысалы, тарих? Орталық Азияның тарихы болсын, жаңағы дінге қатысты мысалы бір зерттеу жұмыстары болсын, әлеуметтік зерттеу бойынша. Бір Қазақстан туралы кітаптарды көрдім. Білмеймін, менің немді қызығушылығымды қанағаттандырмады ол кітаптар. Сен өйткені қазақстандықтың призмасымен қарайсың ол жаққа. Ол кісілер сырттан келген адамдар болғаннан кейін адамдар дейсің. Outsiders деп. Сол кісілер болғаннан кейін ол кісілер қандай нені little things бар ғой, бір мелочтарды ескермейді. Өйткені оларда мәдени контекст түсінбейді олар, жоқ олар. Сол себепті ойлаймын, сол жердің адамдары да зерттеу жұмыстарын жүргізу керек. Сосын ары қарай ол зерттеу жұмыстарын оқитын, қарайтын адамдар екі жақты ненің призмасын көре алады деп ойлаймын. Сол себепті бізге орталық Азиядан шыққан зерттеушілер өте қажет деп ойлаймын. Жақында бір кітапты көріп қалдым. Диана Құдайберген деген кісі қазақстандық болудың мәні неде деген ағылшынша кітап жазды. Ол кісі Кембридждің баспасымен шығарды. Ол өте біздің профессорлар айтады, өте мықты кітаптар, мықты мақалалар сол пресстің баспаның несімен қоластынан шығады деп. Сосын тағы бір кітабы бар, Казах Спринг деген активистер туралы. Типа Arab Spring, но Казах Spring ба. Кайф. Иә. Бір жағынан ол себеп те бар ғой, орталық Азияға қызығушылықтың жоқтығынан. Өйткені біз өзіміз қызығушылық тудырамай жатырмыз ба. Біздің регион, Азияның өзі бөліп қарасаң, population бойынша да өте азбыз да. Қанша бір Өзбекстан бір 40 миллион болса, біз 20 миллион, қалған Түркменстан, Тәжікстан, Қырғызстан, оларда бір 10 миллионға да жетпейді да, 8 миллион. Әрқайсысы. И бізде андай маркет жоқ та әлі, пока оларды қызықтыра алатындай бір нәрсе. Біз келесі generation келеміз да, бұйырса. Бірақ неге біз оларды қызықтыруымыз керек деп ойлаймын. Ол қатты маңызды емес. Керісінше бұл зерттеу жұмыстары әрі қарай орталық Азияның әрі қарай дамуына сол бір өзімізді түсінуге бір жақсы көмегі тисе екен деймін да. Бір жағынан ол әлемдік аренада орталық Азияның алатын орны мықты ғой, бәрібір де. Бірақ сол нені өзінің жағдайын түсінсе екен дейсің да, орталық азиялықтар. Бірақ білмеймін енді, біз бәрібір де сондай зерттеу жұмыстар болған дұрыс деп ойлаймын. Бірақ мысалы қазір Caps and Lock деген не бар, Инстаграмда бір парақша бар, ол жерде мысалы Франкопан деген Нобель сыйлығының иегері бар ғой, жазушы. Why Nations Fail деген сол кітаптың авторы. Жоқ, ол емес. Ол Робинсон, кешіріңіз қателестім. Why Nations Fail. Анау бар ғой, The Silk Road деген кітаптың авторы, Франкопан. Окей. Сол кісінің кітабын қазақшаға аударды, бірақ The Silk Road емес, жібек жолын емес, ол экологиялық жердің экологиялық несіне байланысты мәселелерін көтеретін кітапты аударған екен. Үлкен кітап, жердің тарихы туралы. Өте қызық.
қазақшаға. Сосын оның алдында Фукуяманың неолиберализм туралы кітабын аударған болатын қазақшаға. Сондай жұмыстар жүргізіп жатыр да. Шынымен қазақ тілді сондай кітаптар аздығы сезіледі, бәрі орыс тілде. Немесе ағылшынша. Енді біз ағылшынша болғаннан кейін бәрін ағылшынша оқимыз ғой. Қазақ тілді болғанын қалаушы едім. Сіңу, өзің ана тілің қазақ тілі болғаннан кейін оны бойыңа сіңдіру, түсіну тілмен, қазақ тілмен оңайырақ келеді маған. Менде мысалы ішімді қатты ашытатын нәрсе, менің осында оқитын исландиялық құрбымыз бар. Ол кісі әдебиетте оқыған, когнитивті әдебиет ау деймін. Неге когнитивті психология ма, сондай әдебиетпен қатысы бар сондай. Өте білімді қыз, және бала шағынан ол барлық, мысалы, балалық шағында, жаңағы жасөспірімдік шағында, университет кезінде біраз кітаптың басын оқып тастаған да, бәрін оқып тастаған. Жаңа Дюнаны жазған, мысалы, Дюнаның кітаптарын 6 кітап қой, қалың, соның бәрін оқып тастаған. Толкиннің жаңа Сақиналар әміршісі деген кітаптарын бәрін оқып тастаған. Кәдімгідей оқу керек барлық кітаптың бәрін кеміріп тастаған адам да. Ал енді оларда мен қараймын да, оларда привилегия бар да, ол өзінің ана тілінде оқыған көбін, және ағылшын тілінде оқыған. Ал бізде ондай болған жоқ та, кішкене сол жақ кішкене қиындау да, өйткені бәрібір де сен олармен сөйлескен кезде әңгімеден әңгіме шығып, сен кітаптарға келіп бәрібір тірелесің. Сол кезде сен кейбір контексті түсінбей қаласың, себебі кейбір әзілдер, кейбір нәрселер, олар оны бір кітаптардан немесе бір фильмдардан олар қалай түсініп қойды, өйткені олар көрген. Ал біздер түсінбейміз, өйткені біз контекстен тыспыз да. Бірақ олардың контекстін түсінуге міндетті емеспіз да, бірақ менің айтқым келгені, олар сол кітаптарда ана тілінде оқыған және ағылшын тілінде, және бізге қарағанда привилегиясы көбірек па деген ой келді. Көбірек па емес, көбірек оланып, қазір айтқаннан кейін мен балалық шақта оқыған кітаптарым таза қазақша кітаптар, тек қана қазақстандық қазақ мәдениетіне ғана байланысты болған нәрселер. Жеті қазына деген, сосын Абай жолы, ол кім бұл не деген энциклопедия бар ма? Соның қаншама томдары, ол таза негізі көбінесе әлем туралы емес, қазақи мәдениетті тануға арналған кітаптар болды. Мен кітап көбінесе оқыған кітаптарым. Әлем туралы оқи бастағаным ол орыс тілді нәрселер. Әлемдік экономика болсын. Мен көбінесе андай нені оқығанды жақсы көрмеймін. Көркем әдебиетті оқымаймын. Мен мысалы сондай кітаптарды, көркем әдебиетті оқу арқылы жақсы сіңіреді екенмін. Андай мысалы мен сүйікті кітабың қандай оқыған? Вот именно көркем әдебиеттен жоқ ондай, например, Сингапур туралы болды ма, Ликони туралы, сол кітап ұнады. Оның өмір жолы, қалай ол басшы болып, қалай Сингапурды дамытты, неге феномені жақсы, Сингапур феноменом болды, сол туралы ұнайды. Сосын біраз кішкене ауыр кітап. Ол политикада жүрген өзім политиканы оқитын адамдарға міндетті кітаптардың бірі «Государь» шығар, Макиавеллидікі, «Принц». Бірақ ол қиын, басың ауырып кетеді ол кітапты оқығанда, бірақ күшті. Сосын бар «Коп де Тат» деген кітап. Не туралы, мен авторлар жаттау адам атын жаман, ондай бір кітап «Переворот» туралы, төңкерістер туралы. Как раз оңтүстік Кореядағы президенттің жасағысы келген нәрсесі неге ол сәтсіз болып қалды, сол туралы сөйлесіп жатқан кезде мұғалім сол туралы айтты да, сол кітапты оқыдым да, маған не туралы нені есіме салғанын білесің ба? Айтуға болмай ма? Әңгіменің бағыты қайда бара жатқанын білемін. Жоқ, неге айтуға болады? Бола ма сенде? Менде болады. Сценарий прям 22-ші жылдағы январьға ұқсап кетті, қаңтар кезіндегіне. Шыны керек, не болды бәрі адай. Қалай National переворот, төңкерісті, successful істеуге болатын туралы жазылғанда. Сол кітап сол туралы күшті.
маған сондай кітаптар ұнайды қаттырақ. не иә нон-фикшн маған мысалы нон-фикшнда фикшнда қатты ұнайды. Мысалы қатты ұнаған кітап бұл Джейн Остиннің Pride and Prejudice қатты ұнады. Соны түсіндім. 24 па сол кезде оқыдым, 23-те ма 24 жасымда ма оқыдым. Қатты әсер етті. Оқу керек. Мен бірақ андай оқыдым да, тоже мен оқыдым деп. Енді мен Қазақстанда жүрген кездегі мейджорым English Education, шетел тілдері екі шетел тіл болғаннан кейін бізде English Literature деген класс болатын. Сол жақта там Шекспирден бастап Бронте, бәрін, сестры, анау мынау бәрін оқыдық та. Сол кезде түсіндім, маған қатты ұнамайтын ондай әңгімелер. Маған мысалы неге ұнады, себебі бұл жерде әкесімен диалогы қатты әсер етті. Әкесі айтады, сен өзінің серігіңді тапқан кезде ол серікті жақсы көруің керек, мен жақсы көріп шықпасаң болмайды. Ол және сені жақсы көру керек дейді. Сенде ол да теңдік болу керек. Сосын әкесі мен анасының қарым-қатынасын көресің ғой, сол кезде Алберт жастықпен үйленіп, сол некенің салдары, кейбір кемшілік тұстары балаларға қалай әсер ететінін көрсетті да. Сол себепті қыздарға, меніңше, оларға да қыздарға да оқу керек. Оқу керек. Бәріне оқу керек. Бәріне оқу керек. Сол себепті қатты ұнады. Сосын Джек Лондонның Мартин Иден қатты ұнаған болатын. Андай білім алу керек, өмір сүру керек, білімсіз күнің қаран деген сол кітап кәдімгі соған не болды, дәлел болды. Сол себепті сол кітапты ұсынамын оқуға. Саған кітаптар былай мотивация береді ма оқыған кезде? Иә, оқыған кезде мотивация дегенде, мысалы мен мотивация дегенді кейде түсінбеймін. Адамдар тұрғын маған мотивация берші деп жазатын адамдар бар маған. Айтам, білмеймін қалай мотивация. Қайсың жазып жүрген? Неге тұрғын сұрайсыңдар ғой? Ол мотивациядан бұрын адамда ішкі дисциплина болу керек деп ойлаймын. Менің атам былай айтты, марқұм атам айтатын, не деп, тәртіп керек бала, тәртіп болмаса болмайды деп, жолын жүрмейді деп айтатын. Тәртіп керек деп айтатын, тәртіп керек бала деп айтатын. Бізде бала деп сөйлейтін да. Бізде де бала деп айтады. Сол тәртіп деп айтып тұрған, сонда біреуге бағыну емес, ол ішкі тәртіп, дисциплинаны айтып отыр атам. Сол үшін де мысалы дисциплинаны қою арқылы сенде не болады, тұрақтылық болады, тұрақтылықпен бір нәрсеге жетесің. Мысалы күнде мысалы спортпен айналысу, күнде жарты сағат бір нәрсе оқу деген сияқты әдеттер ғой. Сол себепті анау атым әдеттер деген кітап бар ғой. Иә, естідім. Сол кітапта да жақсы жазылған. Сол әдеттерді қалыптастыру туралы. Сондай. Сол мотивация береді дегенде маған андай да, жай миыңа бір азық сияқты бір не болады, ой салады. Бір сондай да. Ал бірақ мен осы кітаптан мотивация алдым деген менде ондай болмады. Менде де солай шығар. Менде мотивация ол менің бойымдағы мақсатты оятады. Иә. Сөйтіп мақсатқа өзің дисциплинамен жүресің. Ниет қой. Иә. Күшті. Сол андай жаңа айтып едік қой, ағылшынды қалай оқысам болады. Менде өте қызық история деп. Қызық емес негізі, бірақ сол кезде менде бір мотивация болды да, сол мотивациядан менде мақсат туындап, содан кейін сол кездегі нәрсе мені мүмкін осы жерге алып келген шығар деп ойлаймын. Өйткені ағылшынды үйренуге One Direction'ды білесің ба? Білем. Фанат болдың ба? Иә. Мен де. Маған қатты фанат болдым да. Маған ұнамайтын олардың интервьюларын, там субтитрларды күтіп отыруым керек болды. Маған ондай сезім күткен тезірек бәрін бірінші бірден көргім келеді ғой. Сол кезде ойлайтын, мен неге субтитрларды күтіп отыруым керек, мен неге жай ғана олардың айтқан сөздерін бірден тыңдап, бірден ұғып ала алмаймын дегендей. Сол жазда оған дейін енді ағылшынша оқыдым, әрине жақсы оқып жүрдім, бірақ носительдің деңгейіне жетпейді да бәрібір. Содан кейін сол жаз бойы өзіме сол мотивациямен мақсат қойдым да, мен олардың келесі интервьюларын өзім тыңдайтын боламын, өзім онсыз субтитрсіз оқатын боламын деп сөйтіп ағылшыншаға өңіріп кеттім да, ағылшын тіліне, сөйтіп ағылшын тілмен кеттім. Тіл
сол тіл, шүкір, сол тіл білгеннің арқасында қазір жүр қой. Рас, менде есімде Эмма Уотсон бар ғой, недегі Харри Поттер. Сол жерде Хермайониді ойнайды. Хермиона қазақша. Хермиона. Сол Эмма Уотсонның Твиттердегі жазбаларын оқитынмын. Соны аударатынмын. Өзім отырып, есіме түсіп кетті ғой. Сол кезде ананы білгің келеді, не айтып жатыр, не жазды. Қатты оқығың келеді. Ал сенде тілдің деңгейі оған әлі жетпейді. Бірақ соған тырысып. Сонда түсінгенім, кітап оқу арқылы, ағылшынша кітап оқу арқылы сен деңгейіңді біраз көтересің. Ол жерде андай фразаларды байқап қаласың, соларды жазасың, өзің күнделікті сөйлем құрап сөйтіп миыңа сіңіріп беруің керек. Сосын көбірек оқу керек, тыңдау керек деп ойлаймын. Бізде мысалы бір профессор айтқан болатын, бірінші сен тіл үйренген кезде құлағыңды ашуың керек дейтін. Ал мен ол кісі мен кездеспестен бұрын, бұл сөзді естіместен бұрын әрдайым подкаст тыңдай беретінмін. Подкасттар тыңдайтынмын, корейше, ағылшынша подкасттар тыңдай беретінмін. Содан миың еріксіз оған бәрібір бойсынады, бәрібір басында сені миың қарсыласады. Жоқ, мен дымда түсінбеймін, керек емес, өшіріш деп айтуы мүмкін, саған сигнал беруі мүмкін, бірақ сонда бәрібір содан кейін біраз уақыт өтсе, сен миың қабылдай бастайды. Сол себепті көп тыңдау керек, көп оқу керек. Соның екеуін бірге қалай қосып кітап оқығанды қатты жақсы көрмесеңіздер, мен істеген нәрсе, мен One Direction'ге деген махаббатым туралы ұмытпаңыздар, соны сабақтан кейін келем ғой, мектептен келем, и өлеңдері бәрі менде ВК-да сақталып тұрған. Сол кезде текстар жазылып тұрады ғой бірге, мен сол текстпен бірге отырып, өлең тыңдап, и бірге айтып отыратым да, андай шадуинг кетеді. Содан кейін сол сөздердің бәрін жаттап, оған қызық қой енді, өлеңдер не туралы екен, соң аударамда бәрін жаттап, сөйтіп жатталды мен үшін. Және ол жерде бір жақсы тұрақты тіркестер болады сөйлемдерде, мен солар арқылы жаттап, ағылшынша сөйтіп жатталды. Сөйтіп оңайынан келді. Өйткені сен жақсы көретін нәрсеңмен тіл үйренетін нәрсең екеуін бірге қатарынан ұстап жүрдің да. Мен кітап оқыған дегенді ол мектептің кезінде аса қатты жақсы көрмейтінмін. Сол кезде именно сондай өлең тыңдау арқылы үйрендім көбінесе. Ол рас, мен де айтады ғой. Қатсам ба, мысалы мен балалар сұрайды менен қалай үйренуге болады деп. Мен айтамын, сендер ағылшынды үйренген кезде оған сабақ ретінде қарамаңдар. Және сендерге үйрену процесі ләззат сыйлау керек деймін. Сол себепті комбинация жасау керек. Ұнайтын нәрсемен. Мысалы, маған подкаст тыңдау қатты ұнайтын. Мен тыңдағанды жақсы көремін. Сол кезде сол подкаст тыңдау арқылы өзіңе ұнайды, және қосымша тіл үйренесің. Сосын кино көп көретінмін. Ағылшынша ма? Ағылшынша фильмдарды субтитрмен, субтитрсыз көруге тырысатынмын. Мен қинап, білмеймін. Жоқ, ол жақсы көмектеседі. Әрине көмектеседі, бірақ өзімді дайындамадым сол кездері. Тек қана Кореяға келгеннен бастап қана ағылшынша көре бастадым. Оның өзінде ағылшынша кейде субтитрін қосып қоямын. Ал кәріс тіліне оқуға келген кезде мен осы жылға дейін тек қана орысша озвучкамен көріп жүрдім. Осы жақыннан бастап қана таза өзінің түпнұсқасында қарап, бірақ енді орысша ма? Орысша, енді бізде қазақша өкінішке орай субтитр жоқ әлі. Сол орысша субтитрмен қарап жүрдім. Мен 10 жыл болған шығармын. Таза өзім ба? Ағылшынша субтитрмен қараймын бәрін. Немесе корейше, мысалы, корей дорамалары, фильмдерді қарайтын болсам, корейше астында ағылшынша не орысша субтитрмен болады. Мен қазір мысалы озвучканы қабылдай алмаймын, дыбыстаманы қабылдай алмаймын. Бірақ қазақша дыбыстаманы жақсы көремін тыңдағанды. Себебі сөйлеткен кезде нелер, кейіпкерлер қазақша кәдімгідей күшті, анимелерді көрдім. Мен кәдімгідей. Маған анимені, бірақ маған не болса да, мен анимені жапон тілінің маған дыбысы ұнайды өте қатты жақсы көремін, қалай естілетін жапон тілінің. Махаббатым деген шексіз, бірақ әлі үйренуге нем жоқ, батылым жетпеді. Достар, корей тілінен кейін жапон тілін үйрену сәл ауырлау. Бірақ оған дейін қытай тілін үйреніп алсаңыздар, кішкене нормально болатын сияқты. Но бірақ та сол әлі, бірақ андай инстаграмда көріп қалдым, жаңағы қазақ озвучкаларын. Күшті масқара. Андай өзіміздің контекстке келтіріп айтады да. Локализация. Локализациямен кетті реально.
андай Аллаху акбар вау дедім ғой. Қазақ дыбыстамасы, қазақ дубляж жасасын. Күшті, иә, дамый беріңіздер. Иә, қызық. Негізі бүгінгі подкаст тақырыбы мен үйден алыста жүрген кезде, мысалы, сағыныш болу кейде, мысалы, құса болады дейді ғой, сағыныштан. Сондай кезде, сондай сезімдерді сезінген кезде не істеуге болады, не істейсің, жалпы өзің сол туралы әңгімелессек деген ой болған. Сол туралы сөйлесек. Иә, жалпы біріншіден мен кішкене бэкграунд информация беріп кетсем, мен адамдарға қатты бауыр басатын адам емеспін. Және де кез келген жаққа адаптация тез өтеді менде. Бірақ та менде байқаған бір нәрсе, мендегі бойымда Кореяға көшіп келдім ғой. Оған дейін менде Кореяға мәдениетіне, Кореяның өлең, кей-драма, кей-вейв, whatever, кейға байланысты заттардың бәрін өте қатты жақсы көрдік. Бірақ аэропортқа аяғым тигеннен бастап менің оған деген бүкіл интересім жоқ болып кетті. Барлық айналамдағы контент қазақша, қазақстандық контент болып кетті. Сол кезде мен ойымша менің денемде бір андай қорғаныш бір нәрсесі болған сияқты, өзімнің айналамды таза қазақша нәрсемен қоршап тастады. Сол нәрсе мүмкін менің қатты Қазақстанды сағынбауыма әсер еткен де шығар. Ол бір фактор. Екіншіден адамдар, әрине қасыңдағы. Мен барған кезде достар, именно JTS-піз ғой енді біз. Ол кезде Қазақстанды сағындыратын достар болған жоқ та. Олармен қызықты болды. Маған ұнады олардың мәдениетін тану, олармен сөйлесу, өзімнің Қазақстаным туралы айту. Не out of theme, менің достарым айтады, қазақстандықтарда ерекше бір патриотизм сезімі байқалады. Сендер өздерің елдеріңді өте жақсы көретіндерің байқалады дейді. Не болса тық кетесіңдер, Қазақстанды бір жаққа әңгімеге тығып жібересіңдер дегендей. Иә, өйткені бізде оны айтуға мүмкіндік болған жоқ қой қаншама жылдар бойы. Баблдың ішінде өмір сүрдік қой, кеңестік баблда, содан кейін кеңес несі ода құлағаннан кейін де біз туралы мысалы ешкім білген жоқ та. Сол себепті бізде өзімізді айтқымыз келді. Бәлкім бұл комплекс те шығар. Мүмкін. Комплекс деп те ойлаймын. Малого народа деген бар. Мысалы болады ғой андай не шоколад, Қазақстан шоколадын барлық ана шетелдікке, мына шетелдікке беру, мысалы мен оны қатты ұнатпаймын да, мысалы. Бір жағынан жақсы маркетинг ғой. Жақсы маркетинг. Иә, бірақ та неге біз олай істеуіміз керек, неге бізді тану керек деген сияқты ой келеді да. Сондай. Мүмкін ол да дұрыс, иә. Ну, бір жағынан бізде де бұндай бар деп айтқым да келеді. Білгенде қалайсың бір жағынан. Сол жақсы, сол бір-бірімен сөйлесу, сөйтіп мен қатты сағынбадым Қазақстанды. Қасымда да қазақ қыздар болды, олармен бірге қазақша сөйлегеннен кейін бір жақсы қазір енді телефонмен ата-анаңмен алыстан болса да сөйлесіп тұрасың жиі. Ол кезде 3 сағат не болған. Сенде 4 сағат бола берді ғой сол баяғы. Менде 3 сағат ара не болған. Ол кезде кішкене оңайырақ болған. Батыстың уақытымен жүріп жатыр адамдар қазір. Батысқа қарай кеттік. Және де сағынған кезде сол өзіміздің қыздар, орталыға дейін қыздармен барамыз да бірге тамақ ішеміз. Иә. Бір жақсы, маған қатты ұнайтыны, мен оқитын университетке Дондомун өте жақын орналасқан да. Қарын ашқан жағдайда барасың. Бірақ та бәрібір де сен кейде жейсің де, мысалы ойлайсың, бәрібір үйдің тамағына өзінің елінде жеп жүрген тамаққа ештеңе жетпейді. Себебі мұндағы алатын өзің мысалы тамақтарды жасаған келеді, сол кезде дайындаған кезде бәрібір ингредиенттер бөлек, сумен, ұнның өзі бөлек. Мысалы қалай айтсам болады, климаты бөлек жерде бөлек болғандықтан оның дәмі де басқаша шығады бәрібір. Қатты сағынасың сол кезде. Енді қалай да болса өзімізді қанағаттандырып отырсыз. Мен мысалы деген мынандай жағдай болды. Менде үйге кетер алды 2024-те желтоқсанда менде деген кішкене не болды, стресс болды да, ненің кесірінен. Файналдардың кезінде, емтихан кезінде оған қоса сондай бір периодың болды. Сондай период болды да. Сол кезде бардым да, жай ғана айран ішкім келді. Енді жарайды барып йогурт ала салайын онда деп. Жоқ. Йогуртты алуға бардым, сиюға кірдім, сөреге қарап тұрмын. Plain йогурт жоқ қой. Сосын бар, танню жаңағы несі,
көп па қанттың көптігі мен қатты андай жерде ана жерде жылағым келіп кетті ғой мен сонда мына жерде мен сол кезде түсіндім мен тамақтан қиналған екенмін ғой бірақ мен өзіме оны білдіртпегем оны да тіпті өзімде сезбегем ең сонда әбден үйге кетер алды сондай жағдай болған кезде түсіндім мен тамақтан қиналған екенмін ғой деп себебі бәрібір де мысалы мен андай адаммын да тамақты өте дәмді қылып жейтін адаммын дәмді болмаса мен ләззат алмасам маған ол ұнамайды мен үшін ол сондай процесс өзі сол себепті кішкене қиын болды жай ғана айран ішкім келді сосын таптым қайсысын плейн йогурт таптым неден купаннан менде де қазір үйде де бар ол йогурт плейн йогурт но дәмі айран сияқты қышқыл жақсы сол тұрады әрқашан неде холодильникте тұрады сол тамақ шығар мүмкін өзбек ағайындарға рахмет сол ойлаймын да мысалы бір сеулде қазақтың несі тамақ ішетін болмағаны мен қатты батты жаныма кванжуда бар біреу мен бардым кванжуда мен өйткені борсақ деген бе қазақ фуд па есімде жоқ но мен ояқтаңды саған дейін келгеннен кейін бізде кішкене полиси басқаша болды ғой бізді бір жыл бойы басқа жаққа жіберетін полиси кешірім сұраймын жоқ маған керісінше осы ұнады маған осы көбірек ұнайды өйткені егер де сен мен сияқты типа экстраверт адам болсаң онда саған таныстарың көп болған жақсырақ та маған осы версиясы көбірек менің версиям маған көбірек ұнайды өйткені мен тем более тез адаптация өтетіндіктен танитын адамдар менде Кореяның мысалға жан жағында да бар деп айтсам болады дос емес танитын адамдар сол жада сол Сунчон деген қалада болды ол Кванжудың тура жанында ал Кванжу болса біздің хаб типа считается кажется қазақтар көп ол жақта көп сол жерде таза қазақша қазақтар ашқан қазақ фуд, қазақ фастфуд па сондай бар ау деймін бар неден тиктоктан көргенмін болды сол кезде етті сағынып бардық сен айтқанда енді қазақтардың қолымен жасалған болғанымен де дәмі бөлек еттің дәмі бөлек сорпаның дәмі бөлек бірақ құртпен болғаны сендер құртпен деп айтамын оны не деп айтады біз деген айран қосамыз көбінесе неге сорпаға бізде андай арнайы сорпаның құрты болады білемін оны көрдім неде бутылкада сақтайсың оны біреулер қатық дейді қатық бөлек қой қатық мен үшін кішкене сұйықтау мен үшін қатық сұйық бүйтіп түсінбей қалатындарымыз бір біріміз солай сондай андай кішкене сұйықтау құрттың консистенциясы бар сондай дәм болды сол кезде кішкене вау дегенде бірақ еті басқа бірақ та қалай да болса да өзімізді жаңа айтып кеткендей қанағаттандыруға тырысамыз және де тағы біреу бар ол Пусан жақта Чонгон деген қала ма қателеспесем Шырайлы Шымкент деген білесің ба естідім мен оны жаңалықтардан көргенмін сен ашқан кезде мен сол жаққа барғым келген бірақ ол кісілер жұмыс істемеді ол кезде сол кезде бара алмай қалдым бірақ жақсы деп естідім сол екеуін ғана білемін қалғандарын білмедім мен қатты қалайтыным тары ашылса екен себебі мысалы тары қазір Чикагода ашылды Лондонда ашайын деп жатыр лондонда ашайын деп жатыр ма лондон ғой кажется мен жақында кімнің Әлібековтың тары туралы тары сарқыт туралы бір шыққан тын несі сол кезде естідім ғой деймін Лондон ғой деймін ашайын деп жатқаны жақсы ғой Мәскеуде барын білемін Ташкентте барын білемін Қазақстанның біраз қалаларында бар енді сол ойлаймын да Кореяда ашса екен неге ашпайды екен Кореяда күшті қойшы еді Дондымонды ашып қойса біреу кайф Дондымон не етевон Итевон и Дондымон екеуін біреу күшті болушы бізді тыңдап отырсаңыздар құлақ қағыс дейсің алтын сырға тары керек өтінемін сен маған айтқансың тары туралы өйткені мен Қарағандыда жүрдім ғой енді Кореяға келмес бұрын мен тары туралы көп естімегенмін бізде өйткені жоқ болды ол сен Астанада жүрдің сол кезде мен қайтып бара жатамын қайтып бардық қой 1,5 жылдан кейін жекесі болғаннан кейін уақыттан кейін сол кезде сен маған айтқансың тары жылқы бургердің дәмін көру өте дәмді деп айттың сол кезде мен барып дәмін көрдім ана жылқының сол кездегі шыны қателеспесем Астанаға бардым екінші күнінде ғой деймін жегенім шынымен де нағыз жылқының дәмі күшті болды ұнады ма ұнады өте ұнады рахмет саған тарының амбассадоры болып жүр торғын тарының амбассадоры ақша төлеңдер сол тамақ тағы не бар мен мысалы музыка мен мысалы сағынамын ғой сағынған кезде маған осындай
ностальгиялық атмосфера қатты ұнайды. Мен өзім сондай адаммын. Еске алған жақсы көремін. Мен үшін мысалы сондай маңызы бар. Менде Кореяға келгенге дейін Кореяның музыкасын тыңдап жүрдім. Мен кей-поп фанатымын деп айта алмаймын, бірақ тыңдадым. Киносында көресің, дорамада көресің, бірақ аттағаннан кейін, Кореяның табалдырығынан аттағаннан кейін бітті, басылып қалды мен деген, тыңдай алмаймын, қарай алмаймын. Сол. И ол нәрсе тек қана біз екеумізде ғана емес, мен басқа да шетелдік достарымнан, қазақ еместерден сұрадым. Бәрінде, көбісінде сондай ситуация. Оларда қызығушылық жоқ қазір мүлдем. Біз андай не істеп кеткен сияқтымыз, бір болады ғой, грипптің уақыты болады ғой. Сол кезде тұмауратып бір өзінің бір фазасы басылды, жұғатын бір фазасы болады ғой. Соны ауырып шығып болған сияқтымыз ба, сондай бір сияқты. Мамам айтатын, өскен кезде қоясың ол ауруыңды деген дейді. Мамалар әрдайым дұрыс нәрсе айтады десін. Кей-поппен ауырдың, оған дейін One Directionмен ауырдың. Айтатын, өскен кезде қалады ғой бәрі жайына қалады деп айтатын, солай шығар мүмкін. Бәлкім есейгенде шығармыз. Себебі шетелде жүріп оқу есеймесең қиын болады енді. Солай, есеймесең қиын. Менде мысалы мынандай не бар, ой бар. Елді сағынған кезде мысалы мен не істеймін? Мен көбінесе сағынсам да сағынбасам да подкаст көп тыңдап отырсам, мысалы дөп сөз тыңдаймын, тағы да басқа ой детокс деген бар, Айнель естімедім ол подкаст туралы. Айнель ханым өзі сол жүргізеді ол кісі. Сосын атын шықпаса подкаст жаз деген бір кітап бар, қателеспесем. Сондай күшті. Сол кісінің ой детокс деген подкаст жақсы. Сосын тағы кімдер бар? Мен сол доп сөзді жақсы көремін. Нарықбиді тыңдаймын. Нарықби күшті, Нарықбидің подкасттары күшті. Сол екеуі негізіне көп. Ал замандасқа келгенде маған ұнайтын адам келсетім. Менде де солай. Сосын оюдың мысалы лайф шығарылымдарын қараймын. Оюға келеді ғой, мысалы әртістер өте жақсы көремін. Мысалы бар ғой, неде Кореяда да бар ғой, сондай лайф динго деген. Соны қарайтынмын Кореяға келгенге дейін. Сол кезде ойлайтынмын, бізге де керек осындай, бізге де лайф шығарылымдар шықса екен бізде де деп сөйтіп қатты ойлайтынмын. Ою шығарып жатыр ғой. Ескі таспа бар, мысалы Артжақ деген бар, мысалы. Ескі таспа қатты ұнайды, кәдімгідей тыңдаған сайын вау, біздің мәдениетіміз мысалы осындай кеңістікте жүргенде шетелдік медианы қажет етпей қалатын да жағдайлар болады кейде. Шынымен мен қажет етпеймін. Мысалға мен бір нәрсе болып жатса, Кореяда жаңағы медиаға байланысты нәрсе мен білмеймін да. Өйткені менің қазір түгелмен телефонымға кірсеңдер қазақи контент, сен айтып кеткендей подкаст, тек қана подкаст, және де TV-шоу түрлі. Қазақстанда мен вообще YouTube сериал деген тема вообще көрмейтінмін. Мысалы кімдер бар тағы сосын шоулар бар неше түрлі. Маған кім қалай еді, Қызық Таймс ұнайды, мысалға тамақ ішіп отырып қараған, өте күшті. Бүгін тамақты қойып кетті ғой. Өте күшті сол кісілер қараған. Андай депрессияда болсаң, өйткені олар саған әзілді сен түсінетін жолмен күшті юмормен жеткізеді, өзіңнің қазақи юмормен. Сол кезде күшті болады. Подкасттан тағы бір Қазақ Розес деген подкаст бар. Әйелдер бар ғой, өнердегі әйелдер туралы шағын баяндама подкасттар бар. Өте қызық. Әсіресе мысалы Хадиша Бүкеева, мен Оралдамын ғой. Бізде театр, ұлттық театр, драма театр, ол Хадиша Бүкееваның атында. Ол кісі актриса болған. Ғұмыр жасы қатты ұзақ, енді өте жас, ерте кеткен. Сол кісі туралы мысалы тағы да кімдер бар? Шара Жиенқұловалар туралы, Роза Бағланова. Өте мысалы біз білуіміз керек, мысалы. Документалкалар көру керек. Маған Алия ұнайды. Алия үшін қатты ұнайды, мысалы. Қараған маған қатты ұнайды солар. Сосын Түйме деген подкаст бар. Қазақша, мысалы, Дастан Зікірия авторы. Тағы бір автор бар қасында, атын ұмыттым, кешірім сұраймын. Сол подкастта өте қызық, мысалы. Жастарға қызықты трендті тақырыптарда мысалы сөйлейді. Психологияға қатысты olsun. Өте қызық. Тұтынам десең, контент жетеді.
жай іздеп таба білу керек. Сосын мысалы менде медиа кеңістікте жаңалықтар туралы сөйлесуге болады қазір. Не тыңдаймыз, не көреміз, не оқимыз деп мысалы айтамыз ғой. Жаңа біз енді жартысын айтып шықтық. Мысалы қазір бүгін желтоқсанның кеше клип шықты. Мысалы қуғын бүгін енді бізде 31 мамыр ашаршылық пен саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алатын күн. Сол себепті бүгін бір кітап немесе бір жазба айтып кететін ба? Сондай нәрсені ұсынуға болатын сияқты деп ойлаймын. Мен жаңа айтып кеттім маған Әлия Әшім ұнайды деп. Ол кісінің Карлаг туралы түсірген выпускі бар. Карлаг енді Қарағанды болғаннан кейін айтып тұрмын да. Сол кезде ол кісі жан-жақты прям адамдардың қалай қиналғанын, Карлагтың өзіне барып түсіріледі, Карлагты зерттейтін. Мен оқыған Букетовта ректор Нұрлан Орынбасаров қой деп қайтесіз. Сол кісі Карлагты зерттейді екен, сол кісіден сұрайды барлығын. Одан кейін кезінде Карлагтың офицерлері болған кісілер және де сол Карлагты зерттеген тағы да бір апай бар. Сол кісіге барып соңғы көзімен көрген соңғы адамдарды ғой, примерно қарасаң. Сол кісілерден сұрайды. Маған ұнағаны сол тереңнен қарап, ол жақта тек қана қазақтар емес, басқа да саяси қуғын сүргін, басқа ұлттан да алып келінген адамдар болды ғой. Солар туралы ұнады. Соны көрсеңіздер болады. Жалпы Әлия Әшімнің стилистикасы ұнайды маған документализмдағы. Бостонда оқып келді ғой, Конечно, Бостонда оқыды. Болашақпен. Негізі болашақпен, болашақпен оқып келді. Менің ойымша, бізге ашаршылық туралы, сосын алаш зиялылар туралы және сол кездегі басқа да қоғам қайраткерлері туралы кітаптарды жаңағыдай медиа кеңістікте тек қана дәл осы күнде ғана еске алмау керек деп ойлаймын. Енді біз түртіп қалған кезде білуіміз керек. Өйткені қазіргі уақытқа жеткеніміз бәрібір осы кісілердің еңбегінсіз, қазір күшінсіз болмас еді. Сол себепті мысалы әлі күнге дейін тіпті мен Камила Смағұлова деген зерттеушіні қатты жақсы көріп оқимын. Ол кісі қазір Европада PhD несін докторантурада оқып жатыр. Мынау баяндамалар жаңағы қазақ әртістері, мысалы қазақ өнеріндегі кеңес заманындағы мысалы әйелдердің рөлі туралы ол кісі зерттеу жұмыстарын жүргізген, жаңағы өнердегі әйелдер. Өйткені көп айтылмайды. Мысалы алаштарды оқытқан кімнің, Әлия Әшімнің нәзік жанды деген несі шықты. 2 бөлімнен тұратын документалды фильм шықты. Ол жерде де мысалы Назипа Құлжанова туралы айтады. Ол кісі алаш зияткерлерінің ұстазы болған. Мысалы қандай параллель деймін да, мысалы неде грек философтарының да ұстазы әйел адам болған ғой. Бірақ ол айтылмайды. Бізде де айтылмай кетті да, сондықтан сондай ақтаңдақтар айтылу керек деп ойлаймын. Әрине. Сол себепті біз бәрібір де өзіміздің тарихымызға үңілуіміз керек. Мен тағы да бір кино көргенмін, мен Қазақстанда жүрген кезде Зар заман ба? Зар заман. Сол кезде шынайы болған. Тар заман емес па? Зар заман ғой деймін. Ұлы дала зары ма? Ұлы дала зары ғой деймін фильм болды. Сол кезде шынайы өмірде болған көрсең болады. Ұлы дала зары, шынайы болған оқиғалар. Бұл жерде мына сценаны қарайтын болсаң, анасы аш қой енді, адамдар ашаршылық кезінде ұлы мен қызы болған, кішкентай жастағы балалар. Арттарынан қасқыр келе жатқан кезде ұл баланы... Жазушының несі ғой да? Бұл шынайы болған оқиға деп естедім. Жазушының несі ғой? Қателеспесем, бір жазушының әңгімесі. Әңгімесінен бойымен түсірілген ба? Оны нақты білмедім. Өмірінде болған өмірінде болғанын айтқан. Сол кісі ғой деймін, сол кісіні сақтап қалғанда қарындасын қасқыр талаған деп айтты сол кісі.
тағы мысалы мен ойымша маған қатты ұнайтыны қазір осы жаңағы медиа кеңістікті айтып жатырмыз ғой. Мен кімді қалай айтсам болады, музыка тыңдасам да, мысалы подкаст тыңдасам да, медиа үшін осы музыка тарапынан айтайық, өнерінен мен ойымша бізде қазір бір ренессанс дәуірі сияқты деп ойлаймын. Өйткені қай қазақ музыкантын, қазақстандық музыкантты тыңдасаң да андай қалай айтсам болады, сондай сапалы музыка шығып жатыр да. Әрине. Сол себепті соны тыңдап мен қатты қуанамын. Бірақ көп адамдар ойлайды қазақ музыкасы тек қана Дархан Жүзбен, Молданазардың арқасында жаңағыдай шықты, дамыды деп. Жоқ, олар бір сондай бір буын болды да, тізбек бір. Ерекше бір нәрсе алып келген, жанр алып келді. Бірақ оның алдында да бізде мысалы тамшыларды айтатын АБК болды, Орда болды. Сосын Досмұқасанның өзі. Досмұқасан, Нұрлан мен Мұрат да. Сол кісілер болды да, мысалы. Бізде ондай буын бүйтіп бір-бірінің артынан келе жатыр. Соны біз ұмытпауымыз керек деймін да. Әйтпесе көп ойлайды, ой, 91 мен жаңағыдай кім? Молданазар, Дархан Жүз ғана сондай алып келді, солардың арқасында музыка күшті дамып кетті деп. Жоқ, ол кісілер үлкен үлес қосты, бірақ оның алдында да буындар сондай нені фундаментін қалыптастырды, құйды. Келсем, бір жағынан ол жақта енді кішкене қалай болады, бәрібір тіл жағынан қайттан тіреліп келетін нәрселесі бар. Өйткені қазақ тілді нәрселер актуалды болған жоқ қой совет үкіметінен кейін. Сол кезде қатты асы назар бөлінбеді. Көбінесе назарды орыс тілді өлең, орыс тілді контентке бөлінді. Өзің де байқасаң, мысалы 2010 жылдары көбінесе ресейлік артистерді көбірек тыңдайтынбыз. Қазір жастардың арасында қарайтын болсаң, бізде сіңіретін нәрсе көп та бізде. Қазір бізде өзің айтқандай тыңдайтын адамға нәрсе табылады, бәрі бар. Сол үшін қазір шүкір тыңдағың келген нәрсе, қай жанр тыңдағың келеді, ән, баллада, рэп, whatever, джаз, бәрі бар, шүкір. Және ол кісілерге фундамент салып кеткен адамдар, оларда өте үлкен үлес қосты, келісемін. Бір жағынан сол жаңа айтқанда қазақ тілді нәрсе, бірақ мойындау керек, 91-мен келген сияқты маған. Мен үшін, мен өзіме. Оларды бірінші тыңдай бастым. Қайрат Нұртас. Қайрат Нұртас, құдайым-ай, біз Қайрат Нұртасты ұмытып. Мен есіме түсіп тұр ғой. Өйткені мен ол кісінің өлеңдерін тыңдайтын кезінде 7-ші сыныптарда One Direction'ге кетпес бұрын. Сол кісілер бірақ ерекше мода деймін ба, трендке айналдырған қазақи өлеңдерді, қазақ тілді өлеңдерді сол кісілерден басталған шығар мен үшін. 91 үлкен бір серпіліс берді деп ойлаймын. Мысалы қазақ кей-поп деп айтады, бірақ енді білмеймін, 91 өте ерекше топ. Мен мысалы әндерін тыңдаған кезде андай жай музыка емес, мән мағынасы бар, сапалы музыка да. Бұрын мысалға мен үшін қазақ әндерін тыңдасам, мен олардың сөздері үшін емес, әуені қалай әуенделетіні ұнайтын да. Қазір әуенімен қоса сөзіне мән берсең, өте андай ерекше естілет, андай мағынасы, метафоралар қолданған ұнайды, сондай. Өйткені сен тағы айтып кеттіңде, ана тілің да ол. Оны түсінген күшті маған ұнайды. Мысалға, анау кезде сен болып пен ол кезде, болмап пен есімде жоқ. Майра Ілиясова келіп еді, Кореяға. Барған жоқпын. Мен сол кезде бардым да. Сол кезде әндері, қазақ ұлттық халық әндерін айтты ғой. Сол кезде шынымен жай ғана тыңдамай, сөздеріне тереңінен үңіліп тыңдасаңыздар, сондай өте сабақ беретіндей күшті сөздер болды арасында. Сол қазақ әндері кім сүйікті әншін? Сен қазір модерн әртістердің ішінен кім сен сүйікті? Менің плейлистімді көрейік. Менде кім бар? Маған ең ұнайтыны, ең сүйікті әнім қазақша, маған Қазыбек Құрайыш ұнайды. Қазыбек Құрайыш, ой, дауысы мақпал. Көркемім мен үшін ешқашан өзек
қажеттілігі сөнбейтін сондай күшті. Тағы да қалай қасымда біреу болса да типа сені шөлдеймін деген сияқты бір сөздер бар. Кешірім сұраймын мен сөзін. Сол кісіні тыңдаймын, кез келген өлеңін. Менде өте сол кісінің өлеңдері көп. Содан кейін тағы да Аршат ұнайды маған. Аршаттың дауысын айтамын да. О, сен 4 кезең деген топты естідің да? Жаңа рок группа шықты ғой Қазақстанда. Жоқ. Кәдімгідей мысалы қазір бір музыкасын қосуға болуы мүмкін мына жерде. Қазір білмеймін. Оюға келді. Кезең деген топ, 4 кезең емес, кезең деген топ. Олар мысалы деген Қаш деген ән шықты алдында. Немен Рок жанрында айтамын. Рок жанрында, иә. Шынымен жаңа серпіліс, иә? Иә, мысалы қазақша рок мен тыңдаған кезде бір нәрсе жаңа сен рок деп айтқанда вау дегендей, ішімнен рок дегендей күшті. Себебі мысалы қазір сөздері де күшті, оюға келген болатын. Мен сол кезде Қаш дегенді көрдім мысалы. Вау. Энергияларын қарашы. Вау, Күшті да? күшті. Және осындай таланттар өздерінің тыңдармандарын Қазақстанда тауып жатқаны қуантады шынымен. Бұл музыка жай не болмайды. Алдында мен неде Ипсиленте болған кезде біздің фестивальде YB деген топ келген болатын, рок группа. Корейлік. Иә, корейлік группа. Олар өте андай қалай? Кәдімгідей біздің орда сияқты бұрыннан келе жатқан топта. Сосын ойлаймын, вау, ертең кезеңде сондай стадион жинаса екен деп ше. Бұйырса. Себебі расымен музыка өте сапалы. Жаңа топтың қатысушылары қалай энергиялары қалай перформанстары қандай керемет. Күшті, маған қатты ұнады. Сосын мен әрдайым ойлайтын шығар, маған жазылған Инстаграмда жазылған адамдарды мен әрдайым желтоқсанда қолдап салып отырамын. Өйткені менің сүйікті модерн әншім ол желтоқсан расымен де. Себебі оның шараут деп. Иә, шараут желтоқсан. Өйткені сөздерін, мысалы әндерінің сөздері өте әдемі, сосын терең. Мен мысалы тереңдікті қатты жақсы көремін. Сондай адам ол сөздерін жай шығара салмайды да, қалай мән мағынасы бар да, және өзінің бір әнінде бар, құмырасы бос болса мені түсінбеуі мүмкін дейді. Шынымен де мысалы сенің мені түсінуге сенің дүниетанымың жетпейді деген мағына ма? Бәлкім. Бірақ расымен де мысалы әннің сөздеріне үңілсеңіздер, қазақ тілін үйреніп жүрген жастарға үлкен көмегін тигізеді. Өйткені ана жерде мысалы некен саяқ деген сөздерді көп қолданбайды. Бізде батыста көп қолданады оны. Некен саяқ мысалы сирек дегенді білдіреді. Иә, некен саяқ білем, бірақ қолданбайды екен. Иә, мысалы сенде адам некен саяқ дейді мысалы. Сосын қандай күшті да мысалы сөздері. Сосын маған қатты ұнағаны қарақияма менің тойым жоқ дейді да. Мысалы черная дыра бар ғой. Соны қарақиямен кішкене бір параллель жасаған сияқты болады. Қарақия ойсын білесің ғой? Минус 132. Иә. Жағрафиядан олимпиадница қалай білмеймін. Қазақстанның ең төменгі нүктесі. Соны алғанын айтамын да, мысалы қарақия ойсын. Күшті, өте күшті. Жаңа айтып кеткендей, не айтайын деп отқанымыз қалды. Жаңа түбі жоқ деген нәрсе ғой, мысалы ойыстың түбі көрінбейді ғой енді. Минус 132 метр болғандықтан адамның аш көздігі де бәлкім түбі жоқ дегенге келтірген секілді деп те ойлаймын да. Адамның амбиция, аш амбиция, мысалы мақсатқа аш болуында. Қандай? Шынымен біздің поколение, біздің generationге келген кезде осындай. Өйткені біз қалай айтсам болады, тәуелсіз мемлекетте туып өскеннен кейін біз үшін ешқандай шекара жоқ. Жаңа роктың шығып жатқаны өте батылдық та қалай. Өйткені олар біздің мысалы қазақи қалай traditional ортаға барсаң, дәстүрлі ортаға рокты қабылдай бермейді ғой көбінесе. Мысалға ол кісілер шынымен өздерінің махаббатымен істейтін нәрселерді шығарып
паш еткендері респект. Күшті жасай беріңдер. Сосын мен рэп жақсы көремін, қазақи рэп. Қара кесек бізді. Жоқ, өкінішке ол кісіні тыңдау, кісінікі слишком андай деп кетеді маған. Настроение жоқ қой деймін, өмірімді көріп пен. Иә. Қазақи юмор это комментарийді оқисың ба сен қазақ? Иә, оқимын. Онсыз мүмкін емес, қазақтар комментарий жазудан өте күшті. Топ. Ыржыңдап күлесің. Сол Диляк көрінеді маған. Дилякөр. Сосын кім бар еді рэптерден айтатын? Көпсіңдер ғой сендер, мен ұмытып қалдым. Бірақ жарып жатыр соңғы кездері. Ұнайтыны негізі мен ойымша бізге жаңағы американдық рэп стилінің несі қатты әсер еткен сияқты. Осы 90-шы жылдардан кейін 2000-шы жылдарда мысалы 50 Cent, Eminem, West House, бізде не істейді ғой? Батыстың рэперлары бар ғой бізде. Батыс Қазақстанның рэперлары көп шығып кетті. Мысалы мен мектеп кезінде кәдімгідей батылдар жасап, мен есімде сондай батылдар болатын бір. Қазір еще батыстық әртістер көбейіп жатыр, байқадың ба? Мына кезінде Атырауда сол көріп қалдым да комментарийде кезінде Атырауда тегін концерттер жасап жүруші еді, енді ойы да жүр деген мықты. Шын батыстық деп байқадым, батыстың әртістері кеңінен шығып жатыр. Иә. Білмеймін енді ол не әсер еткен. Мысалы айтады ғой, ой, топырақ не қасиетті деген әңгімелерді көпір салынған сияқты, бір адам бар сияқты, андай тартатын өзінің. Бәлкім. Алматыда біреу жүрген шығар сендердің батыстықтарында. Негізі бәрі по-любому бәрі нетворкинг қой. Нетворкинг, сол себепті адамдармен араласу керек. Тартып, талант танитын адам бар сол жақта мүмкін. Тартып, келсейші деп айтатын. Өте қуаныштымын, себебі музыка адамдарды біріктіреді ғой бәрібір. Және соның қасына дамып жатқаны. Бұрыннан бар ғой бізде. Бірақ қазір әсіресе қазір ерекше сол көрініп жатқаны маған қатты ұнайды. Мысалы, сол осы салада жұмыс жасап жүрген адамдарға мен алғыс айтқым келеді. Бұл үлкен еңбек. Иә. Біз енді ол салада жүрмегендіктен қаншалықты көп екенін байқамаймыз ғой. Иә. Камераның артында жүрген адамдар бар мысалы. Иә, сен білетін шығарсың. Микрофонды білетін адам. Мен вообще бұндай темаға кіріспейтін адам болғаннан кейін үлкен не. Мен байқағаным, жаңа бағана сөйлеп отқанда, F-сің ба? MBTI F-сің ба? Мен ба? Сен сондай өте F адам сияқтысың, андай жүрегіңмен, тереңмен. Иә, мен F-пін, иә. Достар, подкасттың аяғында. Мен F-пін. Бірақ менде, мысалы, Кореяда өте бір танымал не бар, тест бар. Не адамның мінезіне, мінез құлқының ерекшелігіне байланысты әртүрлі топтар бар. Мысалы, MBTI, сол тестті өтсеңіз, personality тест деп аталады. Мен мысалы ENFJ-мін. Мен F-пін. F-сің, иә. Сен F екеніңді сезіп, сенің андай көркем шығармашылыққа деген махаббаты, жаңағы айтқандай тексттардағы сөздерге тереңінен үңілетінің, прям көріп тұр өте F екенің. Мен үшін маңызды, мысалы, не болмаса, мысалы, тереңдік байқамасам, мен ары қарай бармаймын. Сен сондай шығармашылық жан сияқтысың көбінесе. Иә, рас ол. Иә, ал маған келсе, менде более экономический склад ума дейді ғой, көбінесе санаумен, сондаймен, мен тимін, 100%. Но тия деген бар Кореяда білсеңдер, егер де сен андай қатты straight forward айтсаң, бір нәрсені тіке бетіне айтасың, андай ой, мынау не ойлап қалады екен деген ойсыз, онда айтатын, но тия, сен не тисің ба деп. Иә, тиларға кішкене көбірек буллинг жасайтын жақта. Сол жүрміз буллингтің астында деп. Еще мен қандай ғой, ESTG немесе ENTG, ол андай. Иә, білем, көрдім ондай адамдар. Сондай адам дейді екенбіз. Тағы да мен айтып кетейін, біз бітіріп жатырмыз ба? Иә. Ашаршылық туралы айтып кететін болсам, сол әзір не жоқ қой, нақты сан жоқ па қанша адам қайтқаны. Әр қауым түрлі айтады. Иә, сол кезде мен бір подкасттан тоже бір естіп қалғанмын, бір кісінің айтқаны. Сен қазір білім алып жүрген қазақ, шетелде болсын қайда біліп алып жүрген қазақ, сен өзің үшін емес, жалғыз өзің үшін емес, сен сол кезде саяси қуғын сүргін ашаршылықтың кезінде қайтқан қаншама қазақ үшін де, білімге қол жеткізе алмай кеткен қазақ үшін де оқып жатырсың, сен өзің үшін, өз басың үшін емес. Иә, бір осы жазушы айтқан болатын, қазақтың оқуда есесі қалған. Қалған, иә. Сол сен өзің үшін оқисың, әкең үшін оқисың,
атан үшін оқисың деп айтады. Иә, сол үшін. Иә, сол Білімге деген шөл содан шығар мүмкін. ашпыз ба? Ашшың ба білімге. Сосын айтып кететін және де негізі әр өңірде ашаршылықтан қайтқан адамдардың үлесі әртүрлі ғой. Мысалға бізде мен өзім Қарағанды облысы, ата-анам Ақтоғай ауданынан болғаннан кейін, ол жақта Әлихан Бөкейханов туылған жері. И инсайдерский информация менің химия пән мұғалімі Әлихан Бөкейхановтың немересі, сіңлісі ма, қарындасы ма, сондай бір нәрсесі болған екен. Ол кісі айтқан сол кезде, және де бізде енді тарих, өңір тану, өлке тану деген сияқты елерде жүретін түрлі тоңайлерде, үйірмелерде. Сол кезде біздің тарих зерттеушілер, именно өлкенікі айтулары бойынша, сол кезде Әлихан Бөкейхановтар арнайы істелініп жатқан қолмен ашаршылық екенін олар енді ақылды зиялы адамдар болғаннан кейін сезгендар. Сол кезде Әлихан Бөкейханов өзінің ауылына қайтып келген кезде, әсіресе сол Ақтоғай өңіріне келген кезде дайындалыңдар деп айтқан. Ашаршылық үлкен келе жатыр, малдарыңды тығыңдар, жан жақты дайындалыңдар, қорларыңды дайындаңдар деп айтқан екен. Соның мүмкін сақталып қалған, көбісі адамдар сақталған шығар сол кісілердің арқасында. Қолдан жасалған геноцид екендігін біз ашық айтуымыз керек деп ойлаймын. Ол тарих қой енді, тарихқа дұрыс баға берейік. Конечно, әрине. Сол шүкір. Қазір бүгінге жеткенімізге. Сонымен осындай нотада, осындай атмосферамен біздер подкастымызды аяқтайық. Бүгін келген үшін көп рахмет. Бізде қонақта болған Нұрсұлу. Білмеймін, ақылды бір нәрсе айта алдым ба? Ақылды бір нәрсе айтуда емес қой. Енді өзімнің тәжірибеммен бөлісіп, мүмкін сіздер өздеріңізге іліп ала алатындай бір нәрсе алдыңыздар деген үміттемін. Иә. Солай. Торғынның подкастын тыңдап жүргендерге, адамдарға, кісілерге үлкен рахмет. Көп ұзамай келесі подкастта шығады. Сонымен көріскенше күн жақсы. Зак айтқанша сау дейіп. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Көріскенше күн жақсы. Бақытты болыңыздар.